Теміртау суретшілерімен, олардың шығармашылығымен танысуды біздің қаламыздың танымал өнер қайраткері Михаил Степанович Подлесныйдан бастағымыз келеді. Ол мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін Теміртау қаласының құрметті азаматы атанған жалғыз адам. Михаил Степанович майдагер, Волхов және Ленинград майдандарында соғысқан. Жауынгерлік марапаттары бар. Соғыс жылдарындағы сурет салуға деген құштарлық пайда болды. 1945 жылы ол Ленинград майданының майдагер суретшілерінің көрмесіне қатысқан. 1950 жылы ол Теміртауға келіп, Қазақ металлургиялық заводында суретші безендіруші болып жұмыс істейді. Сол жылы алғашқы қалалық көркем өнер суретшілерінің көрмесін ұйымдастырып, өз шығармашылығында көрсетеді. 1953 жылы суретші металлургте мәдениет сарайы жанында изостудиясын жүргізеді, кейіннен оның басшысы болады. Жоғары дайындық деңгейінің арқасында Михаил Степановичтің 87 оқушысы дипломды кескіндемеші, мүсінші, сәулетші атанды. Олар Қуат Асқаров, Александр Болюх, Юрий Пельтихин, Сергей Торохов және тағы басқа. Шығармашылық қызметінің жылдарында суретшінің 5 жеке көрмесі өткізілді. Оның 4-еуі Теміртау тарихи-өлкетану музейінің көрме залында өтті. Теміртау тарихи-өлкетану музейінің қорында автордың өзінің тірі кезінде сыйланған 18 суреті бар. Кескіндемеші ретінде ол әрдайым бір жанрға артықшылық бермей, суреттерді салудың классикалық мәнеріне ұмтылды. Майдангер болғанына қарамастан, соғыс туралы суреттерді ешқашан жазған емес. Суретшінің айтуынша өмірінің бұл кезеңі еске алу тым ауыр. Оны шын мәнінде Теміртау қаласының шежіре жазатын суретшісі деп айтуға болады. Көптеген суреттер индустриялық тақырыпта болған және Қарағанды металлургиялық комбинатына арналған. Михаил Степанович Подлесных 2015 жылы өмірден қош айтысты. Бірақ оның суреттері мен ол туралы естелік оның оқушылардың жүрегінде әрдайым сақталып қалды. Сондықтан да суретші мәңгі тірі деп айтуға болады.